Hayırlı gün, hürmetli okuşlar. Sağolmaksınlar mı? Bugün bizden Kazak Edebiyat sabağındağı sabağımızды бастаймыз. Мен sabağımыздың шақырыбын анықтап алу үшін және сіздерді бүгінгі сабақтың мақсатына байланысты топқа біріктіріп алу үшін шаттық шеңберіне шақырамын. Келіңіздер. Балалар, біз сабақтың мақсатына байланысты екі топқа бөлінеміз, бірігеміз. Екі топқа бірігу үшін біздер жоғарыда мынау керемет көк көңбек ағаш тұр. Ағаштың бейнесінің қасында алма ағаштарының алма пісіп тұр. Сол алмалардан бәріміз бір алма алып жейміз қазір. Кәне балалар, аламыз. Бір алма аламыз бәріміз. Балалар, жаңа алма ағашындағы алманы алдыңдар бәріңе. Біздің жейміз дегеніміз, оның артында тұрған мақал мәтелдерді оқимыз дегеніміз. Кәне оқимыз. Сенен бастаймыз. Ит тайған жеріне, ер туған жеріне. Керемет, не туралы мақал екен? Туған жер туралы. Туған жер туралы. Демек, біз туған жер партасына барып отырамыз. Ал оқиға. Жолдасың жаман болса, алыс жүріп түн қапта. Бұл мақал мәтел дос туралы айтылған. Дос туралы партаға барып отырамыз. Керемет, жарайсың, кәне? Ұшқын өркесіп, достық деркесіп. Бұл достық партасы. Жарайсың. Айта ғой, кәне? Аққу айының адам туған жерін аңсайды. Туған жер, жарайсың. Басқа жердің артынан туған жердің күрдіні артын. Бұл туған жер. Керемет, туған жер туралы. Жаман жолдас жақсы, дұшпан артық. Не туралы екен? Дос туралы. Керемет, кәне? Сәнді болса достық, мәнді болса жасы қымбат. Жарайсың, керемет, бердіңдер, кәне? Ері кескен ел болмас, езіп тескен дос болмас. Жарайсың, кәне? Досың сүйенсің, дұшпаның келген басы сұраған. Жарайсың, кәне? Туған жерім жуасымға тәтті. Керемет, туған жер туралы, кәне? Оқимыз. Туған жер торғайымда секілді. Айда? Туған жерге, кәне? Өз елі өлең өз елі. Жарайсың, кәне? Не туралы екен? Кәне, келім. Досы жоқ адам, тұзы жоқ. Жарайсың. Ал балалар, біз қазір екі топқа бірігіп алдық, достық тобы және туған жер тобы. Біз бұған дейінгі сабақта Әл-Фарабиді және Әл-Фарабидің тіршілікте қашықтасын туған жер және тіршілікте құрыштай бол деген өлеңдерін өткен болатынбыз, дұрыс па? Сол өлеңдер туралы біз Әл-Фарабидің еске түсіріп өтейік, бір кішігірім ролигін көріп өтейік. Есімізге түсіреміз, балалар. Ұшқын деген сөз туралы не айтпағым келеді осы жерде? Біз өткен сабақта өткен едік. Ұшқын дегеніміз, яғни әркімнің өзінің ұшқыны болады. Кім өзінің ұшқын тапса, сол мамандыққа еленеді. Мысалыдан сіз мұғалім, яғни оқуды ұшқын тапсаңыз, сіз мұғалім болдыңыз. Иә, құрметті балалар, өткен сабақта осы ұшқын туралы біз өткен едік. Ұшқын дегеніміз Әл-Фарабидің әкесі қалай уайымдады? Ол мысалдан баласын алып кетті ол. Балам 8 жасқа толып қалды. Балам әлі ұшқынын тапқан жоқ. Кім болар екен? Онымен қолбасшы етіп тағайындаймын деді. Сол кезде Әл-Фараби кім болды? Қолбасшы етіп тағайындау үшін. Сол кезде Әл-Фараби сол неге барғанда, соғысқан соң адамдардың жылап атқанын, балалардың жылап атқанын көріп, қашып жылап кетіп қалған. Содан кейін ол оған бір атай келіп, мен саған оқуды үйретейін ба деп, соған оқуды үйретіп, оны данышпан шығарған. Сіз не айтасыз ол туралы? Ұшқын дегеніміз әр адамның өзінің ұшқыны болады. Және ол жасқа қарамайды. Және ол жасқа әркімнің ұшқыны әр кезде келеді. Және әр кезде келуінің себебі ол әркімнің өзінің жақсы көретін істері болады. Және оны әр жаста табуға болады. Өте жақсы. Отырыңдар, кәніміз. Осы сіздер айтқан бойынша өткен сабақты есімізге түсіру үшін Әл-Фарабидің кішігірім видеоролигін көріп өтейік. Балалар, не қараңыздар,
музыканы отандық деген алғаш. Зерттеген негізгі аспаптар сыңғызға, жан, құлыба, қобыз, ақылдың мәні туралы және тағы басқа көптеген философиялық зерттеулер жазды. Тіл білімі, жаратылыстану, география, математика. Балалар өткен сабақты пысықтау үшін бізде көркемдегіш сөздер бар еді, көркемдегіш құралдар бар. Осы өлеңдердің ішінде кездесетін, мысалы біз өткен сабақта қашықтасын туған жердің өлеңіндегі көркемдегіш сөздер таптық, метонимия, метафора, теңеу, эпитет деген сияқты. Міне осылар біз қазына деп есептейміз де, қазір өлеңнің ішінде мен сіздерге екі топқа екі постер ретінде беремін. Осыны екі топ жаңа тауып жазасыңдар. Топтық жұмыс болады, туған жер тобы және достық тобын қазір жазып өлеңнің ішінен қашықтасын туған жер өлеңнің ішіндегі метафораны, теңеуді, эпитетті, литодан және метонимияны тауып айтасыңдар. Сіздерге бір аз уақыт береміз. Дайын болдым деген кездеріңізде бастай береміз. Кәні? Метонимия туралы кім айтады екен балалар? Айта ғой. Өлеңден алынған жүйрік және зиялы дегенді алды. Олар өзара байланысты ұғымдар мен шарттар арқылы алмастырып тәсілденеді. Өте жақсы, жарайсың. Бүгінгі тапсырманы екі топта, достық тобы да, туған жер тобы да, қазіргі үйге берілген тапсырма бойынша жақсы орындап шықтыңдар. Балалар, біз өткен тақырып бойынша сатылай кешенді талдау жасап жіберейік. Қашықтасып туған жер өлеңі бойынша. Кәні сатылай кешенді талдаудың авторы кім осы өлеңнің? Дұрыс деген дұрыс жауабыңыз шықты ма? Дұрыс. Ары қарай өлеңнің аты? Қашықтасып туған жер. Дұрыс. Тақырыбы қандай өлеңнің? Туған жердің несінде айтылған? Жанры қандай өлеңнің? Позиция. Жанры поэзия. Идеясы? Туған жерді. Фабуласы қандай екен? Өлең жолдарымен жеткізген екен. Сюжеті қандай екен? Өлеңнің тұлғасы түрлері қандай? Шумақ қандай шумақ берілген. Жалпы өлеңнің өзі 5 шумақтан тұрады, бірақ біздің мектеп бағдарламасында 3 шумақ ғана беріліп отыр екен. Түйін, өзге елде сұлтан болғанша, өзге елде ұлан бол дейді. Ол не деген сөзді білдіреді? Кім тұрып айтады оған? Айта ғой. Ол өзге елде сұлтан болғанда өз еліңе ұлтан бол дегеннің мағынасы өзге елде жүргенде өз еліңді құрметте деген мағынаны білдіреді. Балалар кім толықтырады тағы? Мен апай. Өзге елде сұлтан бол дегеніміз ол өзін басқа елде сұлтан болғанша өзінің туған елінде ұланы болып жүр деген мағынада айтылған. Өте керемет. Қазір бізде болашақ бағдарламасы бойынша шет елде оқып жатқан студенттер көп, білесіңдер ме? Өздерінің ағаларың, әпкелерінде оқып жатқан шығар. Олар ол жерде алған білімін не істеу керек? Осы елге әкеліп бұл Қазақстанды көркейту керек. Өте жақсы. Келешекте сіздер болашаққа түсіп оқитын болсаңыздар не істейсіздер? Өз елімізді көркейтеміз. Жарайсыңдар. Ал балалар, өткен сабақты пысықтап алды. Енді бүгінгі жаңа сабағымызды бастайтын боламыз. Бүгінгі жаңа сабағымыздың тақырыбы, бағана айттым, поэзия сағаты, қашықтасың туған жер, тіршілікте құрыштай болып төзімді өлеңдерін жатқа айту. Біз өткен сабақта бір өлеңді жатқа бергенбіз, келесі өлеңді де жаттап келуге тапсырма берілген. Міне осы өлең бойынша біз жұмыс жүргізетін боламыз. Қазір өлеңді жылдам жаттау жолдарынан мынандай 5 қадамнан өтеміз балалар. Қазір 5 қадам өлеңді тез жаттап алу үшін дауыстап оқу және 2-3 мәрте қайталау керек екен. Қазір 2 топта өлеңді дауыстап оқып 2-3 рет қайталаймыз. Сабақтың мынау 5-ші қадамға барғанда біз жаттап толыққан айтатын боламыз. Қайсы топ бастаймыз? Айта ғой.
оқимыз кәні. Қашықтасын туған жер, қашықтасын туған жер, қалың елім, небір жері болдыртып жарау деген. Шашадым мен қанатым талды менің, шаңыр суға сарылып қара менен. Барбарай, келесі. Екінші. Куплет. Керер олмай жылдарым жатыр ағып, қасіреттің жасына көз жуынар, ор жаратқан бір еткен ақым ақыл, құм сұқылды тез ысып, тез суынар. Үшінші куплет. Зиялы аз бұрындан тіршілікте әкімдікке күлісі жүгіреді, көкіректің сезініп күрсініп көп, жаным менің түршігіп түңіледі. Жарайсыңдар, бірінші қазаннан өттіге. Оқи ғой. Тіршілікке құрыстай болып көзімді, сан мәртебе алдаса да өзімді, тағдырыңды еш уақытта жазыла, тіпті кейде болса да әзәзіл азғынды. Абырай. Өрге жүзген өнегелі ісімен таңда адал дос өз теңінің ішінен жүргендер көп достық атын малданып, алайда тек қалма оған алданып. Ал балалар, өлеңді біз мәнеріне кетіріп оқыдық, иә? Мағынасына қарадық па? Мағынасы қандай екен? Кім айда? Айда ғой мағынасы.